Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Дара бала каналына қош келдіңіздер. Біз сіздермен бүгін екі таңбалы сандарды баған түрінде қосуды меңгеретін боламыз. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көп оқушылардан жұмыс барысында мына нәрсені байқадым. Екі таңбалы санды қосып және азайтуда көп оқушылар ауызша орындай алады. Енді баған түрінде орындаған кезде олардан байқаған нәрсем, сол ауызша орындағанын астына мәні ретінде жазып қояды екен. Яғни баған түрінде орындауға онша көп мән бермей жатыр. Сондықтан осы сабақты баған түрінде қалай қосу керек, соның жолдарын үйрететін боламын. Себебі баған түрінде орындауды сіз қазір бастағандықтан, ертең 3, 4, 5 таңбалы сандарды қосып азайтқанда қатты қиналатын боласыз. Сондықтан дәл қазір оны түзетіп, менімен бірге үйренуге шақырамын. Ендеше сабағымызды бастайық. Екі таңбалы сандарды разрядтан өту арқылы қосу. Яғни тілімізде біз оны баған түрінде есептеу дейміз. Бәріміз экранға назар салайық. 46 қосу 18 қосындысын мәнін табамыз. Яғни осыны баған түрінде орындаймыз. Оған міндетті түрде мына ретті орындауымыз қажет. Бірінші қосылғышты жаз. Екінші қосылғышты бірінші қосылғыштың астына жаз. Яғни экранда көріп тұрғандай дәл осылай жазамыз. Енді оны 46, бірінші қосылғышымыз 46 жаздық. Екінші қосылғышымыз қанша еді? Қаны көріп жіберейікші. 46, екінші қосылғышымыз 18 екен. Міне бірінші қосылғыш жазылды. Екінші қосылғышымыз астына, ондықтың астына ондық, бірліктің астына бірлікті жазамыз. 18. Қосындының мәнін табамыз, яғни қосынды дегеніміз қосу амалын пайдаланамыз. Көп ата-аналар да, оқушылар да осы математика тілден көп қиналады. Енді мына жерге жазып қояйын. 46 деген санды талдап көрейік. Разрядты қосылғыштарға. 46 деген санымызда 40 ол 4 ондық болады. Яғни 4 ондық. 4 ондық. 4 ондық. 46 деген санда және 6 бірлік бар. 6 бірлік. 1-ден 9-ға дейінгі саты бірлік. Осылай бірінші талқылап үйренейік. Көп оқушылар осыдан да қате кетіп жатады екен. Енді 18 деген санда 1 ондық, 8 бірлік бар. Осы екеуін енді қосамыз. Бірінші бірлікпен, міне осы бірінші бірлікпен бірлікті қосып алам. Яғни, егер сіз бірліктен де қосудан шатасып жатқан оқушы болсаңыз, онда жеке осылай жазып алыңыз. 8-ге 6-ны қос. Үлкен санға кіші санды қосып аламыз. Міне 8-ге 6-ны қосамыз. Ең оңай жолын көрсетейік. 8-ді 10 санына толықтырып аламыз. Яғни 6-дан 10 санына толықтырдың 8-ге қанша сан беремін? 2 сан берем. 2 сан беремін, сонда мына жерде 10 болды. 6-дан керісінше 2 санды азайтып тастадым. Сонда мына жерде 2 санды азайтқанда 4 қалды, 4. Міне 4 қалды. Яғни 6-дан минус 2 санды азайтып 8-ге бергенде оны 10-дыққа толықтырып алам. 10 қалған санымыз 4. Сонда 14. Міне осылай жазып аламыз. Енді 14 санын көп оқушылардың қателіктері былай жазып қояды. Қараңыздаршы, мысалы 46 өте осы қателікті көп байқадым. 46-дан 18-ді қосып жатқан кезде, міне жатамыз ғой, 14 шықса бала мына жерге 14 деп жазып жатыр. 14 деп жазады да,
14 шықты ғой апай, 14 дейді. Жоқ, бұл қате балалар. Енді 14 санын тағы да разряды қосылғышқа жіктеймін. 14-те 1 ондық, 4 бірлік бар. Яғни бірлік болғандықтан бұл жерде тек қана бірлігін жазам. 4 бірлікті жазамын. Бірліктің астына бірлікте қатар, 4 бірлік жазам да, ондықты ойға алып қоям. 1 ондық деп міндетті түрде осылай жазып қоям осы жерге міне. Ойдағы міне. Енді мына келесі екінші разрядымыз ол ондық. 4 ондыққа 1 ондықты қосамыз. 5 ондық болды. Енді 5 ондыққа ойдағы 1 ондықты қосамыз. Сонда 6 ондық шықты. Міне балалар, 46 мен 18-дің қосындысының мәні 64-ке тең. Осылай оқылады. Қайталап оқиықшы. 46 мен 18-дің қосындысының мәні 64-ке тең. Енді осы жерден тағы да қайталап қосып шығайық. Бірліктің астына бірлікті жазам, ондықтың астына ондықты жазам. Тура. Көп оқушыларда тағынандай қате бар. Мысалы 46-ға 18-ді жаз десе, бұлай жазады олар. Бейтіп жазып қойып жатыр кейбір оқушылар. Міне 18. Сөйтеді қосады мына жерге. Осылай түсінбейді. Жазудың өзіне, реттің өзін қате жібергеннен кейін ол есеп тағы да қате шығады. Сондықтан бірліктіна егер сіз осылай қиналатын болсаңыз жазуда, онда бұлай жазсаңыз да болады. Міне 46 18 Сіздер дәптерге әдемілеп жазасыздар, менде тақта болғасын шама қиын болып тұр. Міне тура бірліктің астына бір нүкте қойып қойыңызшы, шатасып жатсаңыз міне осылай. Ондықтың астына тағы да бір нүкте қойып қойыңыз карандашыңызбен. Міне сол кезде тура соның астына жазып отырасыз. Яғни орнын бірліктің ондыққа түсіп кетеді, ертең мына жерге жүздік келеді, мыңдық келеді. Сол кезде шатасудың көкесі сонда болады міне. Сондықтан дәл қазірден бастап ондық пен бірлікті қосып жатқан кезде осы ережені жақсылап үйренетін болсаңыздар, жүздікті де, мыңдықты да, миллион, миллиард сандарды да қосқан кезде ешқандай баған түріне қосқанда шатаспайтын боласыздар. Қайталаймыз. 46-ға 18-ді қосамыз. Бірінші қосылғыш міне 46 ол бірінші қосылғыш. Екінші қосылғышымыз 18-ге тең. Бірінші қосылғыштың астына екінші қосылғышты жазамыз. Бірліктерге бірліктерді қосамыз. Көп санға аз санды қосамыз. 8-ге 6-ны қосамыз 14. Тек қана бірлігін жазамыз, себебі бұл бірліктер қатары. 4-ті бірлікті жазып, бір ондықты ойға қоямыз. Енді ондыққа ондықты қосам. 4-ке 1-ді қосамыз, 5 ондық, ойдағы 1 ондықты қосамыз 6. Сонда қосындының мәні 64-ке тең. Егер сабақ ұнаса, тағы да түсінбеген мәселелеріңіз болса, маған міндетті түрде хат жазыңыздар, жазыңызды түсіріп отыратын боламын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Математикадан шатаспаңыздар. Бастапқы баған түрінде үйренген кезде ешқандай шатаспай үйреніп алсаңыз, сіздің баған түріндегі кез келген сандарды қосқанда ешқандай қателеспейтін жолды таңдаған боласыз. Кездескенше